Қамшы қазіргі заманның өзгеруіне ілесе алмай, қолданыстан қалып, тіпті жойылып кету қаупі бар. Сондықтан осы жойылып кетпесі үшін мен де осыған ат салысып, қазіргі күні балам Дәулетке қамшы өрімін өріп, қамшы жасауды үйретіп жүрмін. Қамшы негізінен екі бөліктен тұрады. Ол өрімі және сабы. Ал сабы мен өрімін байланыстыратын жер алақан деп аталады. Негізінен қамшының сабы мына 4-7 тұтам тобылғылардан, киіктің мүйізінен, еліктің сирағынан жасалып, әдемілеп, әсемделіп әрленеді. Ал өрімі мына жануарлардың терісінің иленген терісі қайыстан жасалады. Қолданысына қарай қамшының ұзындығы, өрімдердің ұзындығы қолданысқа қарай өзгере береді. Аңшылық қамшы болады, мал шаруашылығына, тұрмыстық жағдайдағы қамшылар әртүрлі болып бөліне береді. Қамшыны мына жерде көріп отырғандай, өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде көрсетілгені 6 өрімдік, 8 өрімдік, 12 өрімдік қамшылар көрсетілген. Ата-бабамыздың қалған салт дәстүрлерді қарасақ, оның астарында сапалы ой, терең мағыналы, тәрбиелік мәні зор дүниелер жатыр. Сол сияқты қамшының да қолдануда, оны ұстап жүруде, оның тәрбиелік мәні бар, өзінің ерекше ережелері бар. Оны айта кететін болсақ, мысалы, бұрын қазақ ата-бабаларымыз қамшының өрімін салбыратып ұстамаған. Ол әдепсіздікке жатқан және дұшпандық ретінде қабылданған. Себебі мына өрімін салбыратып ұстасақ, ендеше сен оны қамшыны қолдануға келе жатқандай боласың. Сондықтан қамшыны екі бүктеп ұстаған. Бүгінгі шеберлік сағатында 6 таспалы қамшы өруді көрсететін болған. Алдымен бұл үшін бізге керекті құралдар бұл қыспақ, және бұлғары. Алдымен жаңағы 6 таспаны дайындау үшін бұлғарға көріп тұрғаныңыздай үстінен 3 см орын қалдырып, ені 5 мм және ұзындығы 50 см 6 таспаны сызып аламыз. Міне, 6 таспамыз дайын болды. Енді өзекті алып, қыспаққа немесе қасындағы адамнан көмек сұрауға болады. Міне, арасынан өзек салып, 6 таспаны 3-тен бөліп аламыз. Кейін оны қайшыға айқастырып, оң жағындағы бірінші таспаны астыға түсіріп, сол жағындағы 3 таспаның біріншісін үстіне өткізіп, қарсы бағытта тартамыз. Осылайша бізде 6 таспалы өрім дайын болды. Енді өрім дайын болғасын, кейін оны шетін байлап, артық өрімді сәндік үшін қиып тастауға. Осылайша бізде 6 таспалы өрім дайын болды. Осы 6 таспалы өріміз дайын болғаннан кейін, оны алдымен алақанға тігіп, кейін сабына бекітеміз. Осылайша бізде дайын қамшымыз пайда болды.